жат септік. Түркшеде bulunma hali деп айтамыз. Bulunma halinin жат септіктің қосымшалары түркшеде де қазақшадағыдай да, де немесе та, де. Бұл қосымшаларды таңдау кезінде әдеттегідей үндестік заңына қараймыз. Егер сөздің соңғы буынында а, о немесе у жуан дауыстылар болатын болса, да немесе та. Ал соңғы дауысты дыбыс и, ö немесе ö болатын болса, де немесе те. Ал д ма, т ма, оны қалай қараймыз, оны қалай таңдаймыз? Оны әдеттегідей, егер сөзіміз дауыссыз дыбыспен бітіп, және ол дауыссыз дыбыс соңғы ф, с, т, к, ч, ш, х, п дыбыстарының біреуі болатын болса, онда біз та немесе те қосымшасын жалғаймыз. Бұны есімізде болса, біз алдыңғы сабақтарымызда фыстық ч, яғни фисташки сататын ша, хап деп жаттаған болатынбыз. Енді мына жерде мысалдарымызға қарайық. Дефтер, дәптер, қайда? Үстелде. Дефтер, маса, да. Неге да? Біз сөздің соңғы әрпіне қараймыз дыбысына. А-мен бітіптір. Олай болатын болса, біз да, маса, да дейміз. Доктор, хастане, хастане аурухана, хастане де дедік. Не үшін? Өйткені сөзіміз дауысты дыбыспен жіңішке болғандықтан біз оған де қосымшасын жалғадық. Жұмыртқа, жұмыртқа, сепет, себет. Жұмыртқа қайда? Себетте. Жұмыртқа, сепет, те деді. Неге те? Өйткені бұл т, жаңағы біздің 8 қатаң дауыссыз дыбыстың бірі. Оның алдындағы, соңғы буындағы дауысты дыбысқа қарайық. Дауысты дыбыс яғни жіңішке. Олай болатын болса, та емес, тені таңдаймыз. Сепет, те. Мейве, мейве, жеміс. Бұл элма. Ağaç, ағаш. Қайда? Жеміс ағашта. Мейве, ağaç, та дедік. Неге т? Өйткені біздің сөзіміз ч. Жаңағы 8 қатаң дауыссыз дыбыстың біреуі. Сондықтан біз т вариантын таңдап тұрмыз. Не үшін а? Өйткені соңғы буындағы дауысты дыбыс жуан. Сондықтан біз таны таңдадық. Солай мейве ağaçta деп айтамыз.